بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті қадірлі бауырлар, ағайын туыстар, шәкірттеріміз, мына бүгінгі сәрсенбілік дәрісімізге, сұхбатымызға басып келген қадамдарымызға Алла тағалам сауаптан жазсын. Осы ұлық сахабалардың өмірін біздердің өмірлерімізге жолбасшы болатын үлкен үлгі өнеге болуын Алла тағалам нәсіп еткен болсын. Ал бүгінгі сахабамыз Хузайфа ибн ал-Ямани. Бұл сахабаның өмірі расында бір ғажап. Қазір оқып біліп танысқанда білесіздер, өте бір парасатты, өте бір ақылды, тез шешім қабылдай алатын. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынандай сөзді айтқан екен. Енді бұл хадис шариф. Хузайфа ибн ал-Ямани сахибу сирри Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның сырының егесі. Яғни пайғамбарымыз сырын сол адамға ғана айтатын болған деген сөз ғой. Ма хаддасакум Хузайфату фасаддиқуху ва ма ақраакум Абдуллах ибн Мас'уд фақрауху. Хадисун шарифун. Хузайфа сіздерге не нәрсе айтатын болса, оны растаңыздар дейді пайғамбарымыз айтады. Ал енді Абдуллах ибн Мас'уд сіздерге не оқып берсе Құраннан, сіздер соны оқыңыздар дейді. Бұл хадис шариф, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның айтқан сөзі. Өздеріңіз білесіздер, Абдуллах ибн Мас'уд ең сахабалардың ішіндегі Құран ілімін, оның мағынасының астарларымен, толығымен кәміл білетін сахабалардан болған. Сол үшін айтып жатыр, Құран аяттарынан Абдуллах ибн Мас'уд не оқыса, сіздер соны оқыңыздар дейді. Ин ши'та кунта минал мухаджирин ва ин ши'та кунта минал ансари фахтар ахаббал амрайни иля нафсик. بهذه الكلمات خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان حين لقيه أول مرة في مكة. Егер қаласаң muhajirlerden болғын. Егер қаласаң ансорлардан болғын. Осы екістің өз нәпсіңе жақсырағын таңдағын. Деп бұл кәлималармен Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Хузайфа ибн ал-Яманмен Мекке қаласында бірінші мәрте жолыққан кезде айтқан екен. Яғни Хузайфа ибн ал-Яман пайғамбарымызға келіп исламды қабылдаған шақта, қазір оны пәсте айтатын болады. Қаласаң muhajirlerden болғын, қаласаң ансорлардан болғын, өзіңе қайсысы жақсы содан болғын дегені ғой. ولتخير حذيفة بن اليمان في الانتماء إلى أكرم فئتين وأحبهما إلى المسلمين قصة. Енді Хузайфа ибн ал-Яманның осы екі жамағаттың құрметтірегіне, яғни өзінің мансуп болуы, сол екеуінен өзінің саналуы, яғни мұсылмандарға ең жақсырағы, ең сол екі жамағат жаңа muhajirler мен ансор жамағатын айтып тұр ғой. Соның ең құрметті, ең жақсырағына тахир, яғни соны таңдауда Хузайфа ибн ал-Яманның бір үлкен бір қисса бар. فاليمن أبو حذيفة مكي من بني عبس لكنه أصاب دما في قومه فاضطر إلى النزوح عن مكة إلى يثرب وهناك حالف بني عبد الأشهل وصاهرهم وولد له ابنه حذيفة.
Өзі Хузайфаның әкесі Яман Меккелік Бәни Абыс қабиласынан. Бірақ өзінің қауымында бір адамды өлтіріп қойып, асоба дәмән дегені бір қан төгіп қойып, Меккеден Мәдина қаласына кетуге мәжбүр болып қалды. Сол жерге барып, Мәдина қаласында Абдил Ашхал, яғни Бәни Абдил Ашхал қабиласымен бітімге тұрып, оларға күйеу бала болып, сол Мәдина қаласында оның Хузайфа ұлы туылады. Не үшін мына мұхаджирлерден болғын, я ансорлардан болғын деп пайғамбарымыз не үшін таңдау беріп жатыр? Жаңа Хузайфа ибн Яманға. Өйткені оның әкесінің өзі асылы Меккелік болған. Жаңағыдай жағдаймен Мединеге көшіп барып, сол Мәдинада үйлі баранды болып, сол жерде Хузайфа туылған. Сүмма залатил мавани'у allati tahulu duna al-Yamani wa duna dukhuli Makkah فجعل يتردد بينها وبين يثرب ولكن إقامته كانت في المدينة أكثر وألصق. Кейін уақыт өте келе Яманның Мекке қаласына кіруге ешқандай кедергі қалмастан, уақыт өте келе әлгі өлтірілген адамның иелері де кешірім беріп, Яманның Мекке қаласына кіруі оңай болған шақта, Хузайфаның әкесі Яман, ол Мекке мен Мәдинаның арасында барып келіп тұратын еді үнемі. Бірақ көбінше оның тұрақты орны ол Мәдина қаласы болатын. Сол Мәдина қаласына байланған, сол Мәдина қаласында көбірек тұратын. وَلَمَّا أَحَلَّ الْإِسْلَامُ بِنُورِهِ عَلَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ كان اليمان أبو حذيفة 11 من بني عبس وفدوا على الرسول صلوات الله عليه وأعلنوا إسلامهم بين يديه وذلك قبل أن يهاجر إلى المدينة ومن هنا كان حذيفة مكي الأصل مدني النشأة. من يندك لجاتر وقت келіп Араб жазирасында ислам өзінің нұрымен ислам көрінген шақта, Яман, Хузайфаның әкесі Яман, Бәни Абыс қабиласынан болған 10 кісінің бірі болып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына келген. Өздерінің исламға кіргендіктерін білдіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдында. Бұл енді пайғамбарымыз Мәдина қаласына хижрат еткенге дейінгі болған жағдай. Ал жаңа Хузайфаның әкесі Яман өзі Мәдинада тұрса да, өзінің Меккелік Бәни Абыс қабиласының адамдарымен бірге пайғамбарымыз алейхиссаламға барды. Сол жерде Меккеде пайғамбарымыз алейхиссаламның алдында ислам келтірді. Міне сондықтан да Хузайфаның асылы Меккелік, өскен жері Мәдиналық болып қалды. نشأ حذيفة بن اليمان في بيت مسلم وربي في كنف أبوين من السابقين إلى الدخول في دين الله فأسلم قبل أن تكتحل عيناه بمرأى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حذيفة بن اليمان bir Müslüman отбасында өсті. Алла тағаланың дініне кіруге әуелгі болғандардан, яғни ата-анасы Алла тағаланың дініне әуелгі болып кірген адамдардан болған, сондай ата-ананың қамқорлығында тәрбиеленді. Көп сахабаларды білесіздер. Міне кешегі мәселен Саад ибн Аби Ваққастың анасы Саад ибн Аби Ваққас исламға кіргенде қарсы болды мәселен. Ал бірақ
Huzayfa ibn Yamanның ата-анасы birinchilerden болып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның алдына барып иман келтірген. Сондықтан бұл Huzayfa жастайынан сондай ата-ананың қамқорлығында өсіп тәрбиеленді. Және өзі де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламды көрумен көзіне сүртілмей тұрып исламға келді дейді. Яғни Пайғамбарымыз алейхиссаламды көруді тура бір адам мына көзіне сүртумен теңеп жатыр да. Демек Пайғамбарымыз алейхиссаламды көрмей тұрып бұл исламға келді. Яғни ата-анасы бұған мұсылманшылықты үйретіп, бұл мұсылман отбасында тәрбиеленіп жатты. كان شوق حذيفة إلى لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم يملأ جوانحه فهو ما زال منذ أسلم يتسقط أخباره ويلح في السؤال عن أوصافه فلا يزيده ذلك إلا ولعا به وحنينا إليه فرحل إلى مكة ليلقاه فما إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله أمهاجر أنا أم أنصاري يا رسول الله فقال عليه السلام إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار فاختر لنفسك ما تحب فقال بل أنا أنصاري يا رسول الله. Huzayfa ibn Yamanның шауқы, сағынышы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға жолығуға деген оның қалыбын толтыратын еді дейді. Ол ислам келтірген күннен бастап Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хабарын іздеп жүретін еді. Үнемі Пайғамбарымыз алейхиссаламның сипаттарынан сұрап жүретін еді. Ол білген нәрселері, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жайлы оған жеткен хабарлар, Пайғамбарымыз саллаллаху сипаттарын білгені, оған тек қана қызығуды және де Пайғамбарымызға деген сағынышты арттыратын еді. Сөйтіп жүріп, Пайғамбарымызға жолығу үшін Мекке қаласына қарай аттанып кетті Huzayfa ibn Yaman. Пайғамбарымызды көріп ақ, Пайғамбарымыздан сұрады: "Мен мұхажирмін ба, я Расулаллах, немесем ансаримін ба?" деді. Сол кезде Пайғамбарымыз айтқан екен: "Егер қаласаң мұхажирлерден болғын, егер қаласаң ансарилардан болғын, өзің жақсы көрген екісінің бірін таңдағын" дегенде, "Я Расулалла, мен ансари боламын" деген екен. Өйткені расында да бұл Мединеде өсті ғой енді. Әкесі аслы меккелік болғанмен, бұл енді Мәдинеде өскендігін, және де ансарлардың дәрежесі де мұхажирлер Меккеге көшіп барғанда бүкіл жан тәнімен Алланың разылығы үшін Пайғамбарымыздың сахабаларына көмектескендер ансарлар ғой. Сондықтан мен ансаримын деп Пайғамбарымыз алейхиссаламға айтқан екен. Демек біз білеміз, бұл Huzayfa ibn Yaman ансари сахабалардан. ولما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لازمه حذيفة ملازمة العين لأختها وشهد معه المواقع كلها إلا بدرا. ولتخلف حذيفة عن بدر قصة رواها بنفسه فقال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني كنت خارج المدينة أنا وأبي فأخذنا كفار قريش وقالوا: أين تقصدون؟ فقلنا: المدينة. فقالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريد إلا المدينة. فأبوا أن يطلقون إلا بعد أن أخذوا العهد علينا ألا ننصر محمدا عليهم وألا نقاتل معه ثم أطلقوا سراحنا. ولما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه بما قطعناه من عهد لقريش وسألناه ماذا نصنع فقال عليه الصلاة والسلام:
nafi bi ahdihim va nasta'inu alayhim billahi. Endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina qalasına ko'chib borgandan keyin Huzayfa ibn al-Yaman payg'ambarimiz alayhissalomda ikkinchi ko'zni qalay lazım tutsa, bu da sol payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qasından bir yili qolmaydi deydi. Ya'ni buna bir ko'z qayda bo'lsa ikkinchi ko'z sonda qo'y. Sonday yaqinlikni belgisini aytib turg'oy endi bu yerda. Ko'z o'zining bavorini lazım tutganday payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni lazım tutdi. Және payg'ambarimiz alayhissalom men бүкіл g'azotlarga, jihadlarga қатысты, tek qana Badr so'g'isina қатыса алмады. Сол Huzayfaning Badr so'g'isidan қалып кеткендігінің де бір qissasi бар, оны өз нәпсімен айтып берсін дейді. Huzayfa былай дейді: "Мені Badr so'g'isina қатысуыма payg'ambarimiz alayhissalomмен бірге еш нәрсе тосқан жоқ. Tek qana meni yani әдейілеп bir sebepten yani bir Medine qalasında болып тұрып bir sebepten қалып кеткенім жоқ. Мен тосқан нәрсе ол Medine қаласының сыртында едік біз әкеміз екеуміз. Бізді Құрайыштың кәфірлері аңдып жүріп ұстап алды. Сөйтіп, қайда бара жатырсыңдар деді. Біз Мәдинаға дедік. Олар сендер Мұхаммадқа бара жатсыңдар ғой деп айтты. Жоқ, біз тек қана Мәдинаға бара жатырмыз дедік. Олар бізге сөзімізге сенбей бізді жібере салмастан бізден уәдені алды. Яғни Мұхаммад алейхиссаламмен бірге бізге қарсы соғыспайсыңдар деген уәде. Яғни біз сендерге қарсы соғыспаймыз, Мұхаммедпен бірігіп тұрып. Және Мұхаммедпен бірге болып сендерге қарсы соғыспаймыз деп бізді одан кейін ғана қойып берді. Біз Мәдина қаласына келгеннен кейін пайғамбарымыз алейхиссаламға болған жағдайды хабарын бердік. Және Құрайышқа сол келісім ахд беріп кеткенімізді айттық. Енді не істейміз деген нәрсені пайғамбарымыздан сұрағанымызда пайғамбарымыз айтқан екен: "Біз оларға берген уәдемізде тұрамыз, уәдемізге вафа қыламыз. Олардың зарарына, яғни оларға қарсы Алла тағаладан жәрдем сұраймыз" деп айтқан екен пайғамбарымыз. Қараңызшы, біздің асыл дініміздің құдіреттілігін, асыл дініміздің тазалығын қараңызшы. Дін дұшпандарына берген уәдесінде тұрып жатыр. Бұларды шықса да мәселен ашумен мен кәпірлерге уәде беріп қойып, ол уәдемді бұзсам не болады деп шықса да болар еді. Жоқ, пайғамбар саллаллаху айтқанда айтты: "Біз оларға берген уәдемізде тұрамыз, бірақ оларға Алла тағаладан біз жәрдем тілейміз оларға қарсы." وَلَمَّا كَانَتْ أُحُدُ خَاضَهَا حُذَيْفَةُ مَعَ أَبِيهِ الْيَمَانِ أما حذيفة فأبلى فيها أعظم البلاء وأكرمه وخرج منها سالما، وأما أبوه فقد استشهد فيها، ولكن استشهاده كان بسيوف المسلمين لا بسيوف المشركين، ولذلك قصة نريدها فيما يلي. Ал енді Ухуд соғысында Хузайфа ibn Яман өзінің әкесі Яманмен бірге сол соғысқа барды. Хузайфа сол соғыста керемет үлкен бір батырлық көрсетті. Және сол соғыстан сау саламат оралды. Ал әкесі болса сол соғыста, Ухуд соғысында шахид болды. Бірақ оның шахид болуы мұсылмандардың қылышынан болды. Мүшриктердің қылышынан емес. Ол нәрсе үшінде тағы бір қисса бар. Біз оны енді келесі жолдарда келтіретін боламыз дейді. Ана сол қиссаны айтып жатыр. لما كان يوم أحد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمان وثابت بن وقش في الحصون مع النساء والصبيان
لأنهما كان شيخين كبيرين طاعنين في السن فلما حمي واتيس المعركة قال اليمان لصاحبه لا أب لك ما ننتظر فوالله ما بقي لواحد منا من عمره إلا بمقدار ما يظمأ الحمار إنما نحن حامة اليوم أو غد أفلا نأخذ سيفينا ونلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يرزقنا الشهادة مع نبيه ثم أخذا سيفيهما ودخلا في الناس واقتحما المعركة. Uhud günü bolgan günü, Uhud soğusu bolgan günü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'de jana Sabit ibn Waqsh degan kishini sabiylarмен, ayel bala chaqalarмен qo'rshovding ishinde. Ya'ni bilesizdir, Uhud so'g'isi Madinaning qasında gana bo'lgan. Madinaning ishini ayellerмен, jas sabiylarмен qoldirgan ekan. Bo'lja Huzayfaning akasi Yamanmen Sabit ibn Waqsh degan kishini. Sebebi bu ekovi jastari kekse, qartayib qolgan chaqlar ekan. Urus o'ti qizgan chaqda Yaman o'zining жаңағы qasındagi serigi Sabit ibn Waqshga bulay dedi. La abalaka degan, oy akengdi degan жаңағы bir ne so'z qo'y. Oy akesi yo'q degan ma'na. Ne qarab o'tirmiz biz? Allohga qasam, na sen ikimizden ömrümizden ne qaldı deysin? Bir eshekning sho'ldeytindey gana vaqti qaldı degan ma'nosi. Ma yazmaul himar degani eshek sho'ldeytindey vaqt qaldı degani. Eng tez sho'ldeytin jonivorning bir eshek ekan qo'y. Eshek o'z tez-tez sho'ldeb, tez-tez suv ichib turadigan jonivor ekan qo'y. Sol azg'ana ömrimiz qaldı degani qo'y. Mına ikimizning ömrimizde ne qaldı deysin? Ol tek qana eshekning sho'ldeytin vaqtinday gana vaqt qaldı. Biz ayağımız bugün yerde, bir ayağımız yerde, bir ayağımız körde degan siyaqti so'zni aytib atır. Biz hamatul yawmi aw g'adin, jaqinda o'lетін adamlarımız qo'y degan so'z ekan bu. Kel qılıçlarımızda alıp Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birigip soğusayıq. Kaneden de Allah Teala da bizde özünün peygamberімен birge soğusta şahit kılatın bolsa жақсы емес pе deb Yaman özünün qasınдағы serigini solay qayray бастады. Keyin ekevi бұл endi qатын bala chaqaның qasında otura bergenden gör soğusqa barıp şahit bolayıq deb qılıçlarını alıp adamların arasına kirip soğusqa lap qo'yib ketdi ekevi. Amma Sabit ibn Waqsh fa akramahu Allahu bi shahadati ala aydil mushrikin. Wa amma al-Yaman walid Huzayfata fata'awarathu as-suyuf al-muslimina wa hum la ya'rifunahu wa ja'ala Huzayfatu yunadi abi abi fala yasma'uhu ahadun wa kharra ash-shaykh sari'an bi asyafi ashabihi. فما زاد حذيفة على أن قال لهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Al endi Yamanning qasındagi Sabit ibn Waqsh bolsa, Allah Taala oğan müşriklerдің qo'liмен shahid bo'ludi nasib etdi. Al endi Huzayfaning akasi Yaman bolsa, onu musulmonlarning qilishi o'ltirdi. Ular bilmey qaldı, tanımay qaldı bunu. Huzayfa ayqalab, akem mening akem degençe bolgan жоқ, musulmandардың qılışı şaup düştü. Hiç kim естімеді onun dаусын. Qariya özünün ashablarının, yani musulman bауырларының qılışымен жерге жығылды, sol soqqıdan. Sonda Huzayfa musulmandарға qarab mına сөзді ғана айтқан екен. Yani artıq işten айтпастан mına сөзді ғана айтқан екен. Allah Taala sizlerді кешірсін.
Алла кешірімділердің ең кешірімдісі деген сөзді ғана айтқан екен да. Өйткені жылап, сықтап, неге өлтіріп қойдыңдар дегеннен пайда жоқ. Олар әдейі өлтірген жоқ, білмей қалды. Бұларды лап қойып соғыстың ішіне кірді де кетті. Айқасып жүріп, бір мұсылманның қылышы тиіп кетті. ثم أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطي الابن دية أبيه فقال حذيفة إنما هو طالب شهادة وقد نالها اللهم اشهد أني تصدقت بديته على المسلمين فازداد بذلك منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأنыз. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ұлына, яғни Хузайфаға өзінің әкесінің құнын алып беруді қалады. Өз шариғатта солай ғой, жаңа құн төлейді. Соны алып бермекші болған кезде Хузайфа былай деді: әлбетте бұл әкем өзі шахидтікті талап қылды ғой, соған жетті де. Я Алла, куә болғын, мен әкемнің диясын, яғни құнын мұсылмандарға садақа қылдым деді. Сол-ақ екен, бұның бұл ісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның алдында тағы да бір дәрежеге, яғни үлкен бір мәнзилге ие болуына бұған нәсіп етті. سبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه غور حذيفة بن اليمان فتجلت له فيه خلال ثلاث: ذكاء فذ يسعفه في حل المعضلات، وبديهة مطاوعة تلبيه كلما دعاها، وكتمان للسر فلا ينفذ إلى غوره أحد. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzayfa ibn Yaman'da tübüne deyin teksirdi, endi sınadı. Tereң sınadı. Onun boyunda bir üç kasiyet ravşan, anıq, jarqırap bilinip turатын еді. Birinchisi bir jeke dara zerектік. Ешкімде жоқ бір зеректік. Оған бір қиын мәселелерді шешуде жәрдем беретін еді. Сол зеректігі Хузайфа ibn Yaman'ге. Екіншісі tez түсіну бір нәрсені, tez ойлап түсіну. Дегенде сол tez түсінуін шақырса бұған ләббәй деп жетіп келетін еді дейді. Ол дегені, яғни қандай да бір мәселеде бірден ойланып жатпастан фәһімі, түсінігі өте тез болған екен. Үшіншісі сырды сақтай білу. Оның сырының түбіне ешкім жете алмайды екен. Сондай сырды сақтай білетін сахаба екен. Сол үшін сахибу сирри Расулилlah. Қазір мына жақта тағы айтады. وكانت سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام تقوم على اكتشاف مزايا أصحابه والإفادة من طاقتهم الكامنة في ذواتهم، وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. Енді Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sayasatının өзінің сахабаларының артық қасиеттерін білуден тұратын еді. Жайлап сынап жүретін еді. Қай сахабасының бойында қандай бір артық қасиет бар екендігін. Және олардың ішіндегі жасырынып жатқан күш жігерлерінен пайдалану болатын. Ол дегені бір кісіні, лайықты кісіні лайықты орнына қою үшін. وكانت أكبر مشكلة تواجه المسلمين في المدينة هي وجود المنافقين من اليهود وأشياعهم وما يحيكونه للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من مكائد ودسائس. Сол уақытта Мәдина қаласында мұсылмандарға
яғни мұсылмандардың басына түскен мүшкіл қиыншылықтың ең үлкендерінің бірі ол мұнафиқтардың пайда болуы еді, яһудилердің ішіндегі. Мұнафиқ деп кімді айтамыз? Мұнафиқ деп күфірін ішіне бекітіп, сырттай өзін мұсылман көрсеткен адамды мұнафиқ дейді. Және олардың жаңағы ашияихим жәрдемшілері болатын, мұнафиқтардың. Міне сол ең бір мүшкілдік болатын Мәдина қаласында. Пайғамбарымызға және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сахабаларына әртүрлі фитналар мен әртүрлі айлаларды ұйымдастыратын еді бұлар. Міне сол нәрселерді, осы нәрселер ең үлкен мүшкілдіктердің бірі болатын Мәдина қаласында. فأفضى النبي صلوات الله عليه لحذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين وهو سر لم يطلع عليه أحدا من أصحابه وعهد إليه برصد حركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم عن الإسلام والمسلمين ومنذ ذلك اليوم دعي حذيفة بن اليمان بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Хузайфа ибн Яманге мұнафиқтердің аттарын хабарын беріп қояды екен. Жасырын сыр қылып. Сен біліп жүргін, мынау мұнафиқ деп. Басқа ешбір сахабаларға айтпайды. Ол сырды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам ешбір сахабасына айтпаған. Ол сырдан ешбір сахаба хабар таппаған. Және Хузайфаға айтты пайғамбарымыз, сен олардың әрекеттерін бақылап жүргін. Олардың қайраттарын қарап, тексеріп жүргін. Олардың қатарларын, зияндарын исламнан және мұсылмандардан тосып жүргін. Олар енді сырттай өзін мұсылман көрсетіп кеп, мұсылмандарға зиян жеткізіп кетеді ғой. Ал Хузайфа ибн Яман мен Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кімнің мұнафиқ екенін білетін, зарарларын жайлап, қатерлерден алдын алып жүретін сол үшін. Қараңыз, енді өте бір жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның саясатын қарасаңызшы. Оны барлығын айтса, ол әшкере болып кетеді, одан кейін олар бір-біріне айтып та қоюы мүмкін ғой. Ана жерде айтпаңдар деген сияқты. Ал бұл жерде бір-ақ адам ол Хузайфаға ғана айтты, сен бұларды қарап жүрген артынан. Мұсылмандарға, исламға зиян жететін жерлерде соның қауіп-қатердің алдын алып, тосып жүрген деп. Сол күннен бастап Хузайфа ибн Яман пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сырының егесі деген атпен аталатын болды. وقد استعان الرسول عليه الصلاة والسلام بمواهب حذيفة في موقف من أشد المواقف خطرا وأحوجها إلى الذكاء الفذ والبديهة المتواضعة وذلك في ذروة غزوة الخندق حيث كان المسلمون قد أحاط بهم العدو من فوقهم ومن تحتهم وطال عليهم الحصار واشتد عليهم البلاء وبلغ منهم الجهد والضنك كل مبلغ حتى زاغت الأبصار وبلغت القلوب حناجر وأخذ بعض المسلمين يظنون بالله الظنون. Енді Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам Хузайфа ибн Яманның осындай жақсы қасиеттерінен жәрдем талап қылды. Бірнеше қатерлі, үлкен қатерлі орындарда, оның зеректігіне мұқтаж болатын орындарда, оның тез түсіне қоятын, әдегенде түсіне қоятын қасиетіне. Ол да болса, бұл Хандақ ғазатында соның ең бір биік шыңына жеткен еді бұл Хузайфа ибн Яманның қасиеттерінің көрінісі. Ол да болса, мұсылмандарды дұшпан төбесінен де астынан да
Мәдина қаласын қоршап алды. Ана хандақ қазған ғой Мәдина қаласының айналасына ор қазып тұрып соғысқан бір соғыс естеріңізде болса, бұны хандақ ғазаты дейді. Енді мұсылмандарға қоршау ұзақ болып кетті енді. Бірнеше күн, 27 күн бекен мұсылмандарды қоршап тұрды. Ана хандақтан өте алмайды. Өте мұсылмандарға қиыншылық күшейіп кетті. Бұларға, мұсылмандарға таршылық, қиыншылық енді шегіне жетті. Көздер ойнап кетті дейді. Yani korkunuştan, қиналғаннан жүректер өзінің орнынан шығып кетейін деді. Жүрек алқымға келді дейді ғой. Мұсылмандардың кейбіреулері Алла Тағалаға күмән қыла бастады дейді. Yani ол да болса Алла Тағала бізге нүсрат бермес пе екен, Алла бізге жәрдем бермейді ме екен деген жаман күмәндарға да барып қалды. İmanı әлсіз кейбір мұсылмандар. وَلَمْ تَكُنْ قُرَيْشٌ وَأَحْلَافُهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ الْحَاسِمَةِ بِأَحْسَنَ حَالًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Дегенмен Құрайштар және мүшриктерден болған тағы да олардың бітімгерлері, жәрдемшілері сол үзілді кесілді сағатта мұсылмандардан олардың да халі жақсырақ емес еді бірақ. فقد صب عليها الله عز وجل من غضبه ما أوهن قواها وزلزل عزائمها فأرسل عليها ريحا صرصرا تقلب خيامها وتكفأ قدورها وتطفئ نيرانها وتقذف وجوهها بالحصباء وتسد عيونها وحياشمها بالتراب. Алла Тағала оларға өзінің ғазабынан, олардың қуатын кетіретін ғазапты төкті, азабын. Олардың ниеттерін жоқ қылып жіберді. Оларға сондай бір қатты дауысты жел жіберді. Олардың шатырларын төңкеріп, қазандарын аударып, оттарын өшіріп, олардың жүздеріне майда тастарды атып әлгі шамал. Олардың көз, мұрындарына, қойын қоныштарына топырақты толтыратын сондай бір қатты шамал жіберді Алла Тағала. Міне, кәпірлердің, мүшриктердің сол хандақ соғысында қауіпкес Алла Тағала сол жел арқылы салды оларға қауіпті. وفي هذه اللحظات التي تكتب فيها في هذه المواقف حاسمة من تاريخ الحروب يكون الفريق الخاسر هو الذي يئن أولا ويكون الفريق الرابح هو الذي يضبط نفسه طرفة عين بعد صاحبه. Осындай үзілді кесілді шешуші кезеңде орындарда соғыстың тарихынан болған бір зиян көруші жамағат болады, ол әуелгі болып еңіреп сала береді. Ал екінші бір пайда табушы жамағат болады, ол өзінің әлгі дұшпанынан азғана уақыт кейін өзінің нәпсін мекен ұстап қалады дейді. Ол да болса, әйтеуір екі жақтың біреуі жеңіледі ғой бірінші болып. Соны айтып тұр. Яғни бірінші жеңілуші, зиян көруші фырқа, ол еңіреп қоя беретін фырқа болады бұл соғыста. Екінші солардан кейін, азғана уақыттан кейін өз-өздерін бекем ұстап қалатын бұл пайда табушы жамағат болады. Бұл хандақ соғысында Алла Тағала бірнеше күн мұсылмандарды, Мәдина қаласын қоршап тұрған кәфірлерге, мүшриктерге сондай бір жел арқылы оларды еңіретті. Олар зиян көруші фырқа болды. Ал мұсылмандар олардан аз ғана кейін пайда табушы жамағат болды. وفي هذه اللحظات التي تكتب فيها مصائر المعارك
يكون لاستخبارات الجيوش الفصل الأول في تقدير الموقف وإستاء المشورة. Соғыстың тағдыры, соғыстың нәтижесі белгіленетін сәттерде дұшпан әскерінің сырынан хабардар болу үшін мәслихат беруде, соғыс жағдайын белгілеуде әуелгі артықшылық болады. Міне бұл жерде кішкене кеңейтіп айта кететін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам, мәселен, Мәдина қаласын қоршап тұрған мүшриктер әскерінің сырынан хабардар болу үшін, мәслихат беруде, сол соғыстың жағдайын белгілеуде әуелгі артықшылық бар. Сол үшін де Хузайфа ибн Яманды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам сол мүшриктердің әскерінің ішіне түн қараңғысында жіберуге шешім қабылдайды. Міне осыны айтпақшы бұл жерде. Демек, әуелгі артықшылық басқа да ол жерде әртүрлі себептер болуы мүмкін. Мәселен, мұсылмандар әскерінің соғысқа дайындығы, немесе манау әскердің қандай дайындықта екендігі, осының барлығы да шешуші кезеңде рөл ойнайтын нәрселер болғандықтан, дұшпан әскерінің сырынан хабардар болу үшін мәслихат беру, жағдайды белгілеуде әуелгі артықшылық бар деп жатыр. ومن هنا احتاج الرسول عليه الصلاة والسلام لطاقة حذيفة بن اليمان وخبراته وعزم على أن يبعث به إلى قلب جيش العدو تحت جنح الظلام ليأتيه بأخباره قبل أن يبرم أمرا. من сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Хузайфа ибн Яманның күш жігеріне арқа сүйеді, мұқтаж болды дейді. Оның тәжірибесіне арқа сүйеді. Пайғамбарымыз оны дұшпанның нақ ортасына жіберуге ниет қылды. Қараңғы, түн қараңғысында дұшпанның нақ ортасына жіберуге ниет қылды. Дұшпанның хабарын біліп келу үшін, бір істі орындау үшін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір шешімге келу үшін, бірінші сол Хузайфа ибн Яманды түн қараңғысында дұшпанның арасына жіберуге ниет қылды. فلنترك لحذيفة الكلام ليحدثنا عن رحلة الموت هذه. قال حذيفة: كنا في تلك الليلة صافين قعودا وأبو سفيان ومن معه من مشركي مكة فوقنا وبنو قريظة من اليهود أسفل منا نخافهم على نسائنا وزرارينا وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أقوى ريحا منها فأصوات ريحها مثل الصواعق وشدة ظلامها تجعل أحدنا ما يرى إصبعه. Biz endi сөзді Хузайфаның өзіне берейік. Ол бізге сол сәттегі өлім сапарынан бізге айтып берсін дейді. Қараңыз, ол сапар өлім сапары деп атап жатыр. Ол түн қараңғылысында жалғыз бір адам жаудың нақ ортасына барып келіп, одан бір хабар алып келу деген сөз, ол өлім сапар расында ол. Хузайфа былай дейді: біз сол түні сап түзеп отырған едік дейді. Ал Абу Суфиян болса өзінің қасындағы мүшриктерімен бірге, Меккелік мүшриктерімен бірге біздің төбемізде еді дейді. Яғни Мәдинаның төбе жағында. Бану Құрайза, яһудилерден болған Бану Құрайза қабиласы біздің асты жағымызда болатын. Біз өздеріміздің әйелдерімізден, өздеріміздің бала шағаларымыздан бір қауіп жетіп қалуынан қорқып отыратын едік. Бұндай түн, қараңғы түн еш уақытта болмаған еді дейді. Бұндай желі қатты түнде еш уақытта болмаған еді. Ол желдің дауысы тура бір найзағайдың дауысындай болатын. Ол түннің қараңғылығы
biz özümüzдің бармағымызды, саусағымызды көрмейтін дәрежеде қараңғы болатын дейді. Біреуді біреу танымайтын. فأخذ المنافقون يستأذنون الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون إن بيوتنا مكشوفة للعدو وما هي بمكشوفة فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له وهم يتسللون حتى بقينا في 300 أو نحو ذلك. Сол кезде мұнафиқтар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан рұқсат сұрап былай деді: біздің үйлеріміз ашық-шашық, дұшпан келіп біздің бала-шағаларымызға бір зиян жеткізіп кете ме деп қорқамыз деп. Мұнафиқтар бірақ мұсылман болып отыр ғой енді олар. Бірақ ол үйлері ашық емес еді деп қойып жатыр міне. Олардың қайсы бірі пайғамбарымыздан рұқсат сұраған болса, бәріне рұқсат беріп жіберді пайғамбарымыз. Өйткені біледі ғой мұнафиқ екенін, одан түк пайда жоқ екендігін, қайта одан зиян болатынын білді ғой. Олар жайлап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдынан шығып кетті. Өтірік жаңағыдай үйлеріміз ашық-шашық, біздің үйлерімізге мүшриктер келіп бала-шағамызды өлтіріп кетеді деп. Қысқасы не керек? 300 соған сол шамада ғана адам қалдық дейді ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында. Хузайфатул Яман айтады. عند ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يمر بنا واحدا حتى أتى إلي وما علي شيء يقيني من البرد إلا مرت لامرأاتي ما يجاوز ركبتي فاقترب مني وأنا جاس على الأرض وقال من هذا؟ فقلت حذيفة. قال حذيفة. فتقاصرت إلى الأرض كراهية أن أقوم من شدة الجوع والبرد وقلت نعم يا رسول الله. Сол сәтте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам орнынан тұрып, біздің қасымыздан бір қасымыздан өтіп шықты дейді. Әрбіріміздің қасымыздан өтіп, менің қасыма келіп тұрып, менің үстімде суықтан мені сақтайтын, суықтан қорғайтын бір киімде жоқ, тек қана әйелімнің мирт деп тігілмеген бір матадан болған киімді айтады екен. Ол бір тігілмеген, бір жүннен тоқылған бір нәрсе емес, ол бір суық сақтап тұратын. Әйелімнің бір жабына салған бір киімі болатын, жұқа ғана. Ол менің тіземе де жетпейтін дейді. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам маған жақын келіп, мен жерге тізерлеп отырған едім. Бұл кім деді? Енді қараңғы ғой, сондай көрінбейді. Мен Хузайфамын дедім. Хузайфасың ба деді Расулуллах. Және анық біліп алып отыр ғой. Мен және де жерге еңкейдім. Аштықтың, суықтың қаттылығынан тұра алмағаннан орнымнан және де жерге еңкейе түстім дейді. Yani бүкшеңдеп қалдым дейді ғой. Айттым дейді: "Я Расулалла, мен Хузайфамын" деп айттым дейді. Фақала: "Иннаху каинун фил қауми хабарун, фатасаллал иля аскарихим ваътини би хабарихим." Ана қауымда болып жатқан хабар бар, бір хабар бар, ана қауымда бір нәрсе болып жатыр. Сен жасырынып кіргенде олардың араларына, аскар деп ана лагерь болып орналасқан жерді айтады олардың, сен солардың арасына кіргенде маған хабарларын алып келген олардың. فخرجت وأنا من أشد الناس فزعا وأكثرهم بردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته فوالله ما تمت دعوة النبي عليه السلام حتى انتزع الله من جوفي كل ما أودعه فيه من خوف وأزل عن جسدي كل ما أصابه من برد. Men шықтым дейді пайғамбарымыздың әмірін орындау үшін. Мен сол кезде ең адамдардың ішіндегі қорқып тұрған мен едім дейді. Сол қараңғы түнде мен ана жаудың ішіне барып қалай кіремін деп қорқып тұрған едім. Және ең тоңып тұрған адам мен едім дейді.
Өйткені үстімде бір киімім де жоқ. Сонда Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям былай деп дұға қылды дейді. Я Аллам, оны жан жағынан оны сақтағын дегені ғой. Алдынан да, артынан да, оңынан да, солынан да, төбесінен де, астынан да, жан жағынан бұны сақтағын деп дұға қылды дейді. Аллаға қасам, Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламның дұғасы бітпей жатып, Алла тағала менің ішімдегі бүкіл өзі салған қауіпті алды дейді. Менің денемнен суықтан жеткен бүкіл ауыртпашылық кетті дейді. Жеп жеңіл сезініп қалдым өзімді дейді. فَلَمَّا وَلَّيْتُ نَادَنِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ يَا حُذَيْفَةُ لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني فقلت نعم ومضيت أتسلل في جنح الظلام حتى دخلت في جند المشركين وصرت كأني واحد منهم. Men Пайғамбарымыз алейхиссаламның алдынан шығып кеттім. Кетіп бара жатқанда Пайғамбарымыз алейхиссалам менің артымнан шақырып: "Ей Хузайфа, сен қауымға барып бір нәрсе бүлдіріп қоймағын, яғни бір іс қылып қоймағын. Қайтып маған келгін. Маған келмей тұрып, өзіңше бір іс бүлдіріп қоймағын" дегені ғой. Мен мақұл деп айттым дейді. Сөйтіп, жасырынып қараңғы түнде мүшриктердің әскерінің ішіне кіріп бардым. Тура олардан бір адам құсап әскердің ішіне бардым дейді. Мына жерде бір қазір өте бір керемет қызық бір оқиға болады. وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى قَامَ أَبُو سُفْيَانَ فِيهِمْ خَطِيبًا وَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ قَوْلًا أَخْشَى أَن يَبْلُغَ مُحَمَّدًا فَلْيَنْظُرْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مَنْ جَلِيسُهُ فَمَا كَانَ مِنِّي إِلَّا أَنْ أَخَذْتُ بِيَدِ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ إِلَى جَنبِي وَقُلْتُ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانُ. Аз ғана уақыт өткеннен кейін әлгі әскердің ішінде отыр ғой енді бұл. Тура мүшриктердің әскерінің ішінде отыр. Аз ғана уақыт өткеннен кейін Абу Суфиян енді ол жай адам емес. Ол өте ол да парасатты адам. Абу Суфиян тұрып былай деді: "Ей Құрайш жамағаты, мен сендерге қазір бір сөз айтамын, бірақ қорқамын ол сөзім Мұхаммедке жетіп қала ма деп қорқамын. Сендердің әрбірің қасындағы өзінің кім отырғанынан қарап біліп алсын" деді дейді. Сол-ақ екен міне оның тез сөз түсіне қоятындығы ғой кімнің, жаңағы Хузайфа ибн. Сол-ақ екен. Мен қасымдағы кісіні шап қолын ұстадым да "Сен кімсің?" деп айттым дейді. Бұл сұрақ қойса не деп айтуы мүмкін ол кезде? Ана қасындағы адам сұрақ қойса бұдан Хузайфа ибн Ямамин деп айта алмайды. Басқа бір сахабаның атын айтып қойса, ол тура соның өзі болып қалса қайтеді. Жаңағы басқа бір адамның атын айтып қойса, "Сен кімсің?" деп едім, "Мен Фулан ибн Фулан" деп, яғни атын айтты дейді ол. Мына қараңыз сөйтіп. Қандай тез шешім қабылдаумен, болмасам ана жерде бұны ұстап алып Абу Суфиян өлтіріп жібереді ғой. Сол үшін айтып жатыр өлім сапары деп. وَهُنَا قَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّكُمْ وَاللَّهِ مَا أَصْبَحْتُمْ بِدَارِ قَرَارٍ لَقَدْ هَلَكَتْ رَوَاحِلُنَا وَتَخَلَّتْ عَنَّا بَنُو قُرَيْظَةَ وَلَقِينَا مِنْ شِدَّةِ الرِّيحِ مَا تَرَوْنَ فَارْتَحِلُوا فَإِنِّي مُرْتَحِلٌ. ثم قام إلى جمله ففك عقاله وجلس عليه ثم ضربه فوثب قائما. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أحدث شيئا حتى آتيه لقتلته بسهم. Сол кезде Абу Суфиян айтты дейді: "Ей Құрайш жамағаты, Аллаға қасам, сендер бір жайлы жерде таң аттырмадыңдар" дегені ғой. Сендер бір жайлы жерде таң аттырмадыңдар. Өздерің көріп тұрғандай,
mana bizning ko'liklarimiz, tüyelerimizning barlığı ölüp bitti. Bizden ana Banu Qurayza qaşıp ketdi. Öz Yahudilerden bo'lgan bularga Muhammed Aleyhisselam'ның qarşı soğuqsamız deb kelgendir, qaşıp ketdi endi ular. Öykeni ularga bari bir qo'y. Najahat öte salad. Özlerin görüp turganday, mınanday jeldin kıyınçılığı bolsa kıynap bitti bizdi. Turundar endi kettik, men ketemin dedi Abu Sufyan. Sonu aytib жатыр ekan o jana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana müşriklerde bir ispo batır. Sonu bilip gelu gerek degende, demek bulardın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sezdi koy. Olardın arasında korkup, elgi jeldin kavfinden kaşayın dep turganın. Keyin özünün tüyesine mindi de onun tusavını şeşip, tüyesine oturup, tüyesini kamçıladı. Tüyesi orundan sekirip durup, jortup ketdi. Sonda aytat Huzayfa, men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mağan iş nerse, mağan kelgenge deyin iş nerseni özünçe bir nerse iş koymağın degen emiri bolmaganda, men жақын жерде болды жаңа Abu Sufyan. Abu Sufyan'ın canına barıp onu okpen öldürgen bolatın edim deydi. Rasulullah'ın emiri yesimde turup men iş nerse özümçe bir iş kılmadım deydi. Inda zalika raca'tu ila Nabi aleyhi salatu vesselamu fevecedtuhu qaiman yusalli fi mirtin li ba'zi nisaihi felemma ra'ani adnani ila ricleyhi وطرح علي طرف المرط فأخبرته الخبر فسر به سرورا شديدا وحمد الله وأثنى عليه. Sol sette men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldına qaytip keldim. Peygamberimizni gördüm. Özünün jubaylarının bireyinin tonunun üstünde, şapanının üstünde namaz okup жатқанын gördüm. Meni görüp namazdan boşagandan keyin özünün qasına meni жақынdatıp mağan әлгі şapanın bir buruşuna oturguzdu deydi meni. Men Peygamberimizge habarda aytip berdim. Peygamberimiz qatты quvonishben quvondi. Qatты quvondi. Allah Taala'ga hamdı sana aytdı Peygamberimiz. Zalla Huzayfa ibn al-Yamani mu'tamanan ala asraril munafiqina mamtaddat bihi al-hayatu wa dhalla al-khulafa'u yarji'una ilayhi fi amrihim hatta inna عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مات أحد المسلمين يسأل أحضر حذيفة للصلاة عليه فإن قالوا نعم صلى عليه وإن قالوا لا شك فيه وأمسك عن الصلاة عليه. Huzayfa ibn Yaman ömrünün sonuna deyin munafiqlarning sirrine amanatlar adam boldu deydi. Hulafai Raşidinler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den keyingi halifalar, sol munafiqlar özlerinin isterinde önemi Huzayfa ibn Yaman bilen akıldasıp oğan müracaat kılıp oturatın edi. Birde Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu Müslümanlardan bir kişi ölgen gezde suradı deydi. Huzayfa geldi mi buna namazga, canaza namazına dedi. Jalpı Müslümanlardan bir kişi dünya salatın bolsa, Hazreti Ömer radıyallahu anhu suraytın bolgan eken. Huzayfa mına kişinin canazasına geldi mi der. Eğer keldi dese, oğan canaza namazını okuydu eken Hazreti Ömer. Eğer yok kelmedi dese, o da kümendanıp, oğan canaza namazını okudan özün tiyad eken Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Ütken munafiqlarga canaza okumay. Nege ol? Keldi mi kelmedi mi deb suragаны, demek Huzayfa ibn Yaman ol bekerden beker kelmey kalgan yok. Demek bu munafiq bolsa gerek. Sol üçün bunun canazasına kelmedi dep kümendanıp Hazreti Ömer da ana kişiге canaza namazını okudan tiyad eken özün. Biroq Huzayfa ibn Yaman hiç vaqtda mına adam munafiq dep birewge sırrını çaşpagan Peygamberimizдің. Biroq özü bilетін edi. Kimlerдің munafiq ekendigin. Kazımda jerde aytat. وقد سأله ذات مرة أفي عمال أحد من المنافقين فقال واحد فقال دلني عليه فقال لا أفعل. قال حذيفة
lakinna Umar ma labisa an azalahu ka'annama hudiya ilayhi. Mana qarаңыз mына жерде. Birde Hazret Omar sұрады Huzayfadan, mening қызметкерлерімнің арасында мұнафиқтардан бар ма деп. Оның ішінде әкімдер болуы мүмкін. Сонда Huzayfa ibn Yaman, біреу бар деді. Көрсеткін оны маған деп еді, жоқ көрсете алмаймын деді. Деп тұрып қараңыз, мына жерде мына Мусанниф бір әдемі сөзді айтып кетіп отыр. Huzayfa айтқан дейді. Huzayfa. Бірақ Hazret Omar аз ғана уақыттан кейін сол адамды қызметтен қуып жіберді, тура бір хабар тапқандай. Айтпады Huzayfa оның кім екенін. Мына жерде де оның атын ешкім айтып тұрған жоқ. Тура дейді, мына Huzayfa айтып жатыр дейді. Мына Мусанниф кітап жазып жатқан адам айтады, Huzayfa айтты дейді. Аз ғана уақыттан кейін тура сол адамды Hazret Omar қызметтен қуып жіберді, тура бір хабар тапқандай дейді. Демек Hazret Omarға да Алла Тағала таманынан бір илхам болған. Оның мұнафиқтың кім екенін білдіргендей, оны қызметінен қуып жіберді дейді. Бірақ Huzayfa оны мен айтқан емеспін дейді кім екенін. وَلَعَلَّ قَلِيلًا مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَتَحَ لِلْمُسْلِمِينَ نَهَاوَنْدَ والدينور وحمزان والرية، وكان سببا في جمع المسلمين على مصحف واحد بعد أن كادوا يفترقون في كتاب الله. Adamlardan azı bilse gerek. Elbette Huzayfa ibn Yaman Müslümanlar üçün Nahavan, Daynavar, Hamazan, Roy деген жерлерді фатх қылғандығын. Және Müslümanların барлығын бір мұсхаф Құран-ы Кәримді оқуға жинаған сахаба екендігін аз адам білсе керек. Алла Тағаланың кітабында жан-жаққа тарқап, әртүрлі пікірде болған адамдардың барлығын басын бір мұсхафқа қосқан адам екендігін шамамда аз адам білсе керек дейді. وعلى الرغم من ذلك كله كان حذيفة بن اليمان شديد الخوف على نفسه من الله عظيم الخشية من عقابه. Осынша нәрселерге қарамастан, осындай ұлық сахаба болуына қарамастан, осындай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сырының егесі болуына қарамастан, осындай парасатты, ақылды, зерек адам болғанына қарамастан, Huzayfa ibn Yaman Алла Тағаладан өз нәпсінен қатты қорқатын еді. Алла Тағаланың азабынан қатты қорқатын адам еді. Мен енді Расулулланың сырын білетін, мен ұлық сахабамын демес еді. Үнемі қауіпте жүретін еді. فهو حين ثقل عليه مرض الموت جاءه بعض الصحابة في جوف الليل فقال أي ساعة هذه؟ فقالوا نحن قريب من الصبح. فقال أعوذ بالله من صباح يفضي بي إلى النار، أعوذ بالله من صباح يفضي بي إلى النار. ثم قال أجئتم بكفن؟ قالوا نعم. قال لا تغالوا بالأكفان، فإن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا وإن كانت الأخرى سلب مني. Оған өлім ауруы ауыр болған сәтте, өлім ауруымен қиналып жатқан сәтте, bazı достары, сахабалардың кейбіреуі келіп, түн қараңғысында оған айтқан екен, бұл қай сағат деп, әлгі келген адамға. Сонда әлгі келгендер айтқан екен, біз таңға жақындап қалдық, қазіргі уақыт таңға жақындап қалды дегенде, я Алла, мені дозаққа апарып қоятын таңнан пана сұраймын. Я Алла, мені дозаққа апаратын таңнан пана сұраймын деп Аллаға дұға қылған дейді. Сөйтіп тұрып айтты дейді, кебінмен келдіңдер ме деп айтты дейді. Иә деді әлгілер. Кебініміз бірге келді дегенде, сонда Huzayfa ibn Yaman маған кебіннің қымбатын алмаңдар. Өйткені егер Алла Тағаланың құзырында мен үшін бір жақсылық болатын болса, сол жаңа қымбат алынған кебін себептен
ол жақсылық өзгертіліп кетіледі. Ал егер басқа болатын болса, менен алынып қойылады дейді. Ол дегені жасаған осы дүниедегі жақсы амалдарының барлығы қияметке барғанда жаңағыдай мені әсірелеп қымбат кебінге ораумен кетіп қалмасын деген қорқынышпен айтқаны ғой. ثم جعل يقول اللهم إنك تعلم أني كنت أحب الفقر على الغنى وأحب الذلة على العز وأحب الموت على الحياة ثم قال وروحه تفيض حبيب جاء على شوق لا أفلح من ندمه رحم الله حذيفة بن اليمان فقد كان طرازا فريدا من الناس. Кейін дұға қылады екен былай деп: Я Аллам, өзің білесің, әлбетте мен байлықтан гөрі кедейлікті жақсы көргенімді, мен құрметтіліктен гөрі қорлықты жақсы көргенімді, тіршіліктен гөрі өлімді жақсы көргенімді білесің, я Раббым деп дұға қылған екен. Сөйтіп рухы шығып бара жатқанда былай деген екен: Хабиб шауққа келді деп. Ол дегені дос досының сағынышына бара жатыр дегені ғой. Алла тағалаға деген шауқы, Алла тағалаға деген оның махаббаты соншалықты мықты болғаннан сөйтті де ла афлаха ман надима деді. Өкінген адам жеңіске жетпейді, өкінген адам пайда таппайды деген сөзді айтты. Яғни бір жақсылықты жасауда одан еш уақытта тартынбай, бір нәрсені жасап қойып, Алла тағаланың разылығын табу үшін бір нәрсені жасап алып, оған сол жақсылықты жасау үстінде бір қиналыстар, бір нәрселер болатын болса, оны өкінетін болса, ол адам бір жақсылыққа жетпейді дегені ғой. Алла тағала Хузайфа ибн Яманды рахмат қылсын. Ол адамдардың ішінде жеке дара қайталанбас бір үлгі болған еді дейді. Деп, осы жерден бұл сахабаның да өмірін аяқтаған екен. Әрине, Расулулла саллаллаху алейхи ва салламның сырының егесі болған осындай ұлық сахабаның өмірін біздерге айтып шығу да оңай шаруа емес. Осы беріп жатқан кейбір мағыналарымызда бір қате кемшіліктер болатын болса, Алла тағала өзі кешірсін біздерді. Біз бұл сахабалардың аттарын айттым ғой, аузымызға атауға да лайық емес бір күнәһар пенделерміз. Бұлар Алланың ең сүйікті пенделері. Әулиелер сахабалардың аяғының астындағы шаңына да жетпейді дейді. Енді өзіңіз ойлай беріңіз. Олай болатын болса, бізге осы Хузайфа ибн Ямандай сыр сақтай білетін, хақиқи зеректік, хақиқи парасаттылық, тез түсінетін фәһімді Алла тағала біздерге нәсіп етсін дейік. Ана қазақта бар ғой, ымға түсінбейтін, дымға түсінбейді дегендей. Кейбір адамдар болады, ымдаса түсіне қоятын, демек бұл кісіде сондай қасиет болған екен. Тез нәрсені, бір нәрсені түсіне қоятын. Әлгіндегі оқиғада бір өте бір адамның есінен шықпайтын оқиға ғой. Абу Суфиян қасындағы адамның кім екенін біліп алсын, мен одан кейін сөзімді айтам деп тұр ғой. Сол кезде бірден шап беріп, сен кімсің дегенде, анаға адам атын айтты, болды сонымен. Ана ақылдылық, ана бір тез шешім қабылдай білу. Олай болатын болса, Алла тағалам бүгінгі сахабаның өмірін біздерге үлкен үлгі өнеге болуы нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи раббил аламин. Раббана фагфир лана зунубана ва каффир анна сайятина ва таваффана ма'ал абрар. Я Раббим Аллах, осы айтып жатқан сахабалардың өмірін біздерге үлкен дәрежеде үлгі болуды өзің Аллам нәсіп еткен. Біздердің Алла тағалам илімдерімізді арттырғын. Біліп білмей жасаған қате кемшіліктерімізді Аллам өзің кешіргін. Осы сахабалардың өмірін оқудағы ибарада, мәтінде, мағына беруде бір қателіктер болатын болса, Аллам өзің кешіргін. Осы біздің жамағатымызға, осында қол жайып отырған біздің шәкірттерімізге Алла тағалам өзің үлкен ілім берген. Жасап жатқан құлшылық ибадаттарымызды іліммен жасауды Аллам өзің нәсіп еткен. Біздің шәкірттерімізге Алла тағалам өзің үлкен парасаттылық, үлкен ақылдылық, үлкен зеректілік,
nasip etkin ya Rabbim Allah. Faydalı ilim nasip etkin. Sol ilimleri men elimizge, Kazakistanımızga ülken zor hizmetler jasawda Allah'ım özüň nasip etkin. Ve sallallahu taala ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu